Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін адам денесінің рецепторлары тақырыбымен танысатын боламыз. Яғни терінің сезімталдығын зерттеп білетін боламыз. Адам денесінің рецепторлары, яғни адамның денесінде сезіну мүшелерінде орналасқан рецепторлардан басқа ішкі мүшелерден миға ақпаратты жеткізетін рецепторлар да бар. Бұлар тітіркендіргіш қабылдауына байланысты тері рецепторларына ұқсас болады. Тері рецепторлары әртүрлі рецепторлардың көмегімен түрлі сезімдер пайда болады. Тері арқылы біз көбінесе нені сезе аламыз? Яғни біз тері арқылы терідегі 4 түрлі тітіркенгіштікті қабылдайтын рецепторлар болады. Олар яғни жанасуды, яғни қысымды, ауруды сезінуді, суықтан сезінуді және жылыны сезінуді біз біле аламыз. Құрылысы мен атқаратын қызметіне және орналасуына байланысты тері рецепторлары түрліше болады. Мысалы, қысымды қабылдайтын рецепторлар бірдей емес. Терінің беткі қабатының орналасқан рецепторлары жеңіл жанасуды қабылдайды. Ал терінің терең қабатында орналасқан рецепторлар қысымы жоғары жанасуды қабылдайды. Үшінші түрлері тербелістерге, қысым күшінің өзгеруіне жауап беріп отырады. Тітіркендіргішке жауап беруіне қарай рецепторларды біз топтарға бөлеміз. Яғни мына жерде көрсетілген ол терморецепторлар, механорецепторлар және ноцирецепторлар болып бөлінеді. Біріншісі терморецепторлар. Терморецепторлар ол қоршаған орта температурасының өзгеруіне жауап береді. Теріде орналасқан жоғары температураға жауап беретін рецепторлар суыққа жауап беретін рецепторларға қараған кезде анағұрлым көп болады. Екіншісі механорецепторлар. Олар кез келген механикалық әсерге жауап беретін рецепторлар болып табылады. Бұлар қысымның өзгеруіне, созылуға немесе сығылу болуы мүмкін және тағы басқаларға жауап береді. Негізінен механорецепторлар жанасудан пайда болған сезінуді қабылдайды. Бұл рецепторлар көзі көрмейтін адамдарда жақсы дамыған. Олар жазба сөздерде механорецепторлардың көмегімен қабылдайды. Үшіншісі ноцирецепторлар. Олар кейбір ғалымдардың айтуынша ауруды сезінуді қабылдаса, ал басқа ғалымдардың айтуынша механорецепторлар болып табылады. Ауруды сезінуді, яғни қабылдау туралы ғалымдардың арасында бірдей пікірлер жоқ, яғни әркім әртүрлі айтып кеткен. Оның пайда болу теориясының екі түрі бар. Біріншісі ауруды сезіну арнайы рецепторлардың дәл осы тітіркендіргішке қабылдауынан пайда болады десе, ауруды сезіну егер де олар қабылдайтын тітіркенгіштіктің күші өте жоғары болса, кез келген рецепторлар пайда болады делінген. Бірақ ауруды сезінудің пайда болуы мидың, әсіресе үлкен ми сыңарларының рөлі екенін біз ұмытпағанымыз жөн. Енді біз теріден тыс рецепторлар туралы айтатын болсақ, ол рецепторлар буында, бұлшықеттерде, сіңірлерде, кейбір сілемейлі қабықшалар мен басқа да мүшелерде кездеседі. Олар температураны, ауруды, жанасу мен қысымды қабылдайды. Көбінесе адам көзі жұмулы қалпында да бұлшықеттерде, сіңірлерде болатын рецепторларға байланысты қолының бүгіліп, немесе жазылып тұрғанын, отырғанын, немесе тік тұрғанын сезе алады. Сонымен бірге өңеш арқылы өткен сұйық тамақтың ыстық немесе суық екенін де біз сезе аламыз. Ал егер тамақ өте ыстық болса, онда температурадан басқа да ауырсынуды біз сезе аламыз. Яғни осындай ерекшеліктері бар екен. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.